Сонымен жекпе-жек кешінің мейн ивентінде өнер көрсететін Бұлғары қолғап шеберін таныстырды. Ринг анонсері жақсылап тұрып. Біз айта кетейік, Қазспорт арнасының студиясына тағы да бір қонағымыз келді. Кәсіпқой боксшы Айдар Шәрібаев. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгінгі осындай керемет деп айтам. Өте үлкен жақсы деңгейде өткен бокс кештерінің куәгері болып жатқан өзім қуаныштымын. Енді көптеген бокс кешері өтті ғой елімізде. Олардың ішіндегі бірегейлеріне жатады деп өзім ойлаймын. Өйткені бокс деңгейі, қарсыластар деңгейі өте жақсы болып жатыр. Енді жекпе-жек қорылай. Иә, бірінші раунд бұл 8 раундқа жоспарланған жекпе-жек. Негізі сізге жақсы таныс дүние. Елшаттың осыған дейін қарсыласы Кизота Мушин деген боксшы болу керек еді, бірақ өкінішке қарай ауысып кетті. Өзбекстаннан осы қарсыласты алдыртып отыр. Жалпы қарсылас ауысқан кезде қалай? Енді батырға оң сол жоқ деп айтқанмен де, бұл қазақ жалпылама сөз ғой, бірақ енді кәсіпқой бокста бұл негізі қиындау нәрсе. Енді бір қарсыласқа деп арнайы жаттығу тактикалар істейсің, спарринг, домашний заготовка деп қой, жаңа үй жұмыстарын жасайсың. Бірақ енді ұқсасаған кезде сәл енді бір жақсы әйтеуір үш қол жоқ қой, не болса да екі қол бар. Шамамен сол прямой снизу жаңа тіке соққылатын апперкот, боковой дағаны ұрады. Басқа жаңадан удар ойлап шығармайды әйтеуір. Қалай дегенмен енді психологически дайындығың дұрыс болса болды ғой негізі бұл жерде. Бірақ енді қалай дегенмен жоспарлаған көптеген жаңа комбинацияларың кішкене шықпай қалу әбден мүмкін енді. Енді және де бұл бір шетінен бір жақсы шақтар да бар. Енді бұл короткое давление дейді, жаңа қысқа жекпе-жекке аз күн қалғанда шығатын жаңағы боксшылардың деңгейлері қатты жоғары болмайды. Өте үлкен деңгейдегі боксшылар ондағы келісім бере бермейді. Одан кейін оның да мысалға техникалық тактикалық тәжірибесі болғанмен де олардың көбінше сол шыдамдылық дейді ғой, выносливостары жақсылы бір деңгейге жетпейді. Өйткені бәрібір ода толық лагер жоқ қой. Толық лагер жоқ, ол өзінің несін білдіреді. Қазір бірінші раунд әзірше перезес теңдей болып жатқан сияқты, бірақ уақыт өте келе бұл 8 раундқа жоспарланған. Күш қуатын, әл-ауқатын көреміз. Иә, бағанан бері енді мияқта Нұрдостың бауырымыздың бір атап өткім келеді. Тәжірибесі бар, ойлайтын боксшылардың бірі. Бас алсап төбелесуге де тырыспады негізі бағанан бері. Мына қарсыласын көріп отырсыз. Өйткені бұл ұзаққа емес, қысқа раундтарда тағдырын шешкісі келіп тұр. Өйткені түсініп тұр, ол өзінің ұзаққа бармайтын, шаршап қалатын. Сол үшін бірінші раундтан бастап негізі атылып жатыр. Негізі енді мына аңшылардың арасында сөз бар. Бір жылда таяқтың өзі атылып кетуі мүмкін дейді ғой. Иә. Раз год палка стреляет дейді ғой жаңағындай. Сол үшін мылтық кеземе деп ататын содан ғой. Сол үшін анау кейбір кезде қарсылас әлсіз екен деп қарауға болмайды. Кейбір кезде ол қысқа уақытта да дайындықсыз шықса да адамның светіне жүрісіне бір 12 килограмм жетеді негізінде. Сол үшін байқамай сәлеметсіз бе деп астына кіріп кетсе неше түрлі нәрсе болуы мүмкін. Жақсы. Бірінші раунд аяқталды. Енді сіз Нұрдос Төлебай жақсы танитын шығарсыз. Иә, бір кездері өзімнің кәсіпқой бокс мансабының алдында, бір жекпе-жектердің алдында спарринг өткізген болатынбыз. Енді бұл жас буын біздің кейінгі келген. 23 жаста. Иә, бұл енді жастардың көбінше физикалық жағдайы, функционалдық мәселелері өте жақсы деңгейде. Енді тек қана сол осы жақтан жекпе-жектер тізімін арттырып алып, енді мұхит асып сол жақта тәжірибе жинауға ғана қалды бұл жігіттерге, әйтпесе өте жақсы. Бір айта кетерлігі, Нұрдос Төлебай әуесқой бокста өнер көрсетпейді. Бірден карьерасын осы кәсіпқой бокстан қазір 12 кездесу. Иә, ол да бар. Енді біздің елдегі жанкүйерлер үшін әуесқой бокста бокс өтпеген боксшыларды көбінесе менсіне бермейді ғой бізге. Бұлар деген келесап төрді бермаған деген сияқты неге кәсіпқойға шығып кетті депші. Бұл біз үшін негізі кәсіпқой бокста бұл қатты маңызды нәрсе емес. Егер сенің тәжірибең соған жеткілікті болса, өз-өзіңе сенімді болсаң, әрине, ояқта арқасын есік ашық. Мексика елдерде білесіздер, бір 10 шақты әуесқой бокс бой өткізеді.
кәсіпқой бокстан өзінің жаңағыдай Апта сайын бағын іздеп кетеді. апта сайын төбелесіп жатады. Иә. Жалпы осындай жекпе-жек кештерін өткізіп тұруға қалай қарайсыз? Өз шағын ғана спорт кешені Саду Арена деген. Иә, негізінде біздің түсініктен андай қазір енді онлайн деген, интернет деген, телеарна деген нәрселер қатты дамыған себепті үлкен ареналардың қатты керек емес негізінде. Бізге үнемі болу керек та. Жылына 2 рет 3 рет қана өтіп қана емес. Тұрақты. Айына өтіп тұрақты өтіп, өйткені бізде материал өте көп. Мен әуесқой бокстан бокс державаларынан жатамыз. Сол себепті 4 жылда бір олимпиададан күтіп жүріп қартайып кеткен қаншама мықты спортшыларымыз бар да. Соларға бір мына запасной аэродром дейді ғой. Бұл күресте енді профессионал күрес деген жоқ әттең деп тұр ғой оларда. Бізде енді бар нәрсені неғып барды пайдаланбасқа. Қазір мысалға әуесқой бокста жүрген, ел құрама командасында жүрген, үштікке кірген әр бокстың алсаңыз, кәсіпқой боксқа салсаңыз, белгілі бір деңгейге жететін халдер бар. Біраз ұратындай шамасы бар. Өйткені олар енді Аллаға шүкір, Қазақстан бокс федерациясы оларды қаншама сбор өткізеді, қаншама жарыстарға жіберіп тәжірибе жинайды да. Бірақ олимпиадаға, мирға жаңа бір ақ адам барады. Қалғандар не істейді сонда? Салу керек дейсіз ғой осындай кештерге. Әрине. Оларды сақтап сүрілетін ет емес бұлар. Олардың уақытымен өмірдің өзі қысқа, спортшының спорттағы өмірі одан да қысқа ғой. Сол үшін әрбір мезетте дұрыс пайдалансақ, мынау негізі жастар үшін үлкен бір мүмкіндік негізі жас боксшылар үшін. Бірінші облыс өзінің рейтингтарын осы еліміздегі отқан бокс кештерінен жақсылап реттеп алса, сосын мұхит асуға әбден мүмкін. Мысалы, мына жерде жекпе-жек оралға енді біз көбінше сол жекпе-жек сыртындағы нәрсені айтып кеттік. Мына жақта Нұрдостың бір енді жастығынан ғой құлатқысы келіп жүргені көрініп тұр енді. Сопернигіне қарасаң да өзіне құлатқың келіп тұрады екен, өзі бір бойшаң келген. Әдемі құлайды дейсіз. Иә, бұл тек қана бойың ұзындығын сұрауды ұмытпау керек, құлаған кезде тиіп кетпесін депші, алда қарай. Сол үшін тырысып ұрып жатқан сияқты, күшке салып. Күшке салып жатыр, мына жерде тиді Нұрдосқа. Тиді. Бұл нокаут деген нәрсе бұл анау күтілмейтін қонақ сияқты ғой, күтпеген жерден келіп қалатыншы. Оны негізі оған тырысып қажет емес та. Ол өзі күтпеген кезде келіп қалады. Нокаутқа тырысқан сайын нокаут деген бәле бар ғой. Ошым қашады ғой. Өйткені бұл енді алдында тұрған қалай дегенмен ағаш емес, бұл боксшы, бұл дайындалып шықты, бұлдар ұзасағысы келіп тұрған жоқ. Бұл сен ұрам деп шыққан адамды ұру үшін де көп айла тәсіл керек енді. Өте жақсы, сәл енді қулықты арттырса, сәл алдау жақтарын арттырса, негізі өте керемет. Өте қызық өтіп жатыр, өзі де жеді, жегізіп те жатыр. Асхат Уәлиханов жайлы айтқым келеді. Осы бокс кешіне бір шама кәсіпқой боксшылар шығарды. Бұл бас ауырған түсінеді дейді ғой, кәсіпқой боксқа барып удар бергенде, удар жегенде боксшы ғой. Тәжірибе сөзе көп. Мынау мұхиттың ар жағындағы болып келген боксшылардың ол видение дейді ғой, жаңағы көзқарас бокс бөлек. Кімге қандай тактика, кімге қандай стиль беру керек екендігін. Енді көптеген Американың ар жақтарындағы мұхиттағы жаңағы Фредди Ройч бар, көптеген жаңағы Джен Джекс бар, жаңағы көптеген енді бар, одан бөлек жаңағы солардың барлықтарынан бұлар тәжірибе алған. Соны келіп қазақ жастарына бөлісіп отыр. Бұл өте керемет, біздің жаңа буын. Бұрында тек Гена Ағадыр жүрдік мысалға. Одан кейін Жәнібек келді, оның артынан енді мен ұқтарға көптеген кәсіпқой боксшылар шығып келе жатыр. Үшінші раунд. Екінші раундта бір соққы тигізіп алды, жаңағы сәтте. Енді жинақы болу керек мүмкіндігінше. Мынау негізі былай да, бұл өзінің несі бар. Парадокс дейма, мысалы қатты ұру үшін негізі бұл жақта бірінші жай ұруысың ғой. Өйткені бокстан тәжірибесі жоқ адамның өзін қатты ұра берсең, ол тырысып қалады да. Оған қатты удар тигізу өте қиын болады. Бұны жыл сөйлесең жыланнан шығады деген сияқты ғой. Жай ударлармен жаңбырла сепкілеу керек та. Соның арасынан бір сәлеметсіз бәте бір қатты ударлар тығып жүру керек, сол кезде свет өшеді. Бұл енді бірден қатты ұрам десең, енді бұл ұрғыза қоймайды.
Orada сәл күшке салып жатыр. Сәл жай ударларды қосса, нокауттың да несі көрініп қалады жақсы еді. Көрдіңіз бе? Бірден атылып кетті мына жерде. Бұл қатты соққының жақсы жағы тисе құлатады, тимесе өзін шаршатады ғой бұл. Көптеген энергия ауаға ұшады да бұл жерде. Сол себепте кейін алдағы уақытта үлкен ұзақ раундтарға бокс келген кезде бұл түйетін бір не ғой. Бүгінгі бір көріп, бір қуанған бұл бокс көштен кеп көргенде бір көңілге бір жақсы нәрсе. Бұрындары енді кішіне керек, біз енді осы саланың маманы болғаннан кейін кімнің кім екенін, кімнің таксист екенін, кімнің қандай деңгейдегі бар екенін қарсыластың соған қатты мән береміз ғой. Сосын бұрында бір таксисттарда келіп ұратындар вечер боксылар көп болған негізінде. Африкадан алдырта салады дейді. Сол сын түзелмейді, сол сындардың арқасы бар, өздерінің сияқты журналистердің жұмыстары бар. Бұл енді біз қазақ әйтеуір рингта бәрі төбелес көрмесе де көшеде төбелес жүрген қазақтар ғой. Бұл кімнің кім екенін ол бір көргеннен қазір көздің қырымен түседі. Ауылда отқан жігітте көріп түсінеді да. Мен ұрам деп шығатындар көп мысалы. Сол үшін қазір осындай деңгейі жоғары қарсыластар келіп отқандағы құдайға шүкір, енді бірақ көпшілік халықта түсіну керек, деңгейі өте жоғары боксшылармен неғып төбелеспейді дейді да. Енді бұл кәсіпқой бокс, ол тек спорттан бөлек бизнес. Ол міне кетті, ұстады. Сол қол бақауы жақсады. Бірақ үшінші раунд аяқталды. Уақыт бітіп қалды, әдемі. Сабақтай берсін. Жаңағы мықты қарсыластарды неғып әкелмейді деп мен ғана сұрақ қойып жатады. Енді бұл көшедегі төбелес емес, бірге бір шыға салайық дейтін. Бұның промоутері бар, оның жаңағындай жекпе-жекке келісу гонорар ақшасы бар да. Өйткені өте мықты деңгейде боксшылар, өте үлкен ақша сұрайды. Сол себепте де кейбір кезде боксшыларымыз мықты қарсыластан шығармай жүреді. Ол жағынан да түсіну керекпіз. Бокс кештеріне әрине Америкадан, Мексикадан небір мықты боксшыларды әкелуге болады, бірақ олардың аппетиттері жақсы болады өзіңіздің айтқан кезде. Сол үшін ондай аппетиттарына тұратындай бір гонорар беру үшін бізде енді мұнай компаниялар, наци компанияларды мынау біздің кәсіпқой боксты қаржыландыру керек, қолдау керек. Одан бөлек енді міне қазір біздің чемпиондар назарыңызда. Әділбек Ниязымбетов және Ердос Жаңабергенов жаңа назарыңызда болды. 4-ші раунд тамашалайық жекпе-жекті. Өте жақсы жекпе-жек болып жатыр. Нұрдос жаңа 3-ші раундтың аяғында жақсы бақау ойсады. Енді қарсыластың уже басына бір сигнал келді. Байқау керек дегендей ма? Енді аңдысып жүр әзірше. Өте жақсы. Біз көбінше байқап отырсаңыз, бір-екі соққылармен ғана ұрып отырдық та. Мысалы, ол деңгей өскен сайын қарсыластардың оларға бір-екі соққы деген нәрсе аз да. Оларға уже серийный соққылар, жай-жай 5-6 соққының ішіне бір соққы қатты соққы қосып қана аласың. Тағы бұл жерде жақсы тигізді, бірақ өзіне де жеді. Бір сонысымен қызық қой бокс. Енді қарсыластың бегер жай шаңылатын жаңағы емескен көрініп тұр олда. Өзін бір сақтап жүрген бір удар бар екенде көрсетіп қойды өзді. Сеніп келген. Аз уақытта шықса да. Ойнан қара. Арасында бөлік жақсы ма қарсыластың. Абайлау керек. Арасында атылып тұрады, осылай. Ударының санын көбейту керек. Тайминг дейді ғой, жаңа қысып қарсыласты шаршады енді оны. Бірақ
бұлшықеттері бос қойген да қатты резкий болады мындай адамдар. Мынау адам көпшілік жаңағындай темір көтеріп қатты бұлшықет жинаған сайын ударының да бір жойқын күшті болмайды негізінде. Жылдамдығы да. Жылдамдығы да түсіп қалады. Мынау қарсыласы бос екен да, көрдіңіз бе? Бос тұтқындардың ударлары шапшаң болады, оны қай кезде де қарау керек. Оң қолына қайта салмақ салып жатыр. Жақсы. Өте жақсы. Сен алдына тұрып қалмау керек. Жақсы. Төртінші раунд аяқталды. Төртінші раунд бұл. Бірін-біріне төселіп алды, я? Енді бұл жерде қазір кімнің шыдамдылықтары, дене күші, жаңағындай өкпесі қаншалықты дайын, соның көретін боламыз. Енді қанша удар соққыларды жаңағындай күшпен ұрып жатса да, әлі оны шаршап жүрген жоқ. Енді өз тарапынан келесі жекпе-жектеріне көбірек жай ударларды қосу керек екенін кеңес беріледі. Өйткені көпшілік ударлар 80-90% қатты ударға, соққыға тасып жатыр. Иә. Қуатқысы келем деп, е? Бесінші раунд 5. Керемет емес па, осында елімізде қараңыз, елдер мынандай бокс кештерін көру үшін бір Дубайға, болмаса бір қазір енді Саудияда көп өтеді, мысалы Риядқа барып, ондай бір несіп жатқан жоқ. Америкаға бару керек емес мысалы да. Сәл уақыт тапсаң, енді елімізде Алматыда жеп отыр қазір соңғы кезде. Енді бұны алдағы уақытта өзіміздің де жоспарда бар. Құдай қаласа енді аудан орталықтарында ішін өткізу керек. Жиірек өтіп тұрса дейсіз. Ауыл жастарында әкелетіндей. Енді қазір бізде тойханалар көп қой, тойханалар көп болғанмен, сол той көп болғанмен қазақта бой аз деймін ғой мен. Әрқашан айтамын. Сол үшін мына кезінде қазақ тойларында не тойлаған, күрес берген, көкпар берген жастарына ар жаққа өсіп келген ұрпаққа міне қазір керемет, жақсы. Уже сигналдар келіп жатыр міне. Енді осы жерде жібермеу керек, бір удар тиді ме қысып тастау керек. Тағы да жақсы. Әдемі. Жақсы. Тұмсықтан. Бірақ қарсыласта қоя, соққы тигізіп алған еді, бірден ұшақтай кетті. Бастарымен соғысып қалған сияқты, е? Күшті мына Қазспорттан да осындай көрермендерге осындай боксты шетелден емес өзімізден міне жақсы. Жай ударлар лақтырып көріп бәрі тиіп отыр. Бәріне тырыспайды, двойкамен алсаң қағып отыр. Енді соны тағы да 2 удар қосып жіберсе, мысалы, міне жай уазы көріп қой оны, короче. Міне Жеңіл тастап, соққылар. Жеңілдер жейді. Оны да қанаған сияқты Олықбек Кайымбоевтың. Жоқ, Олықбекке өзіне бір сый құрметін көрсететін боксшы екен. Характер бар, характер көрсетіп отыр. Қанша удар жесе де әлі тұрып беріп отыр. Керемет қараңыз. Линч. Бұл раунд енді біздің боксшының басымдығымен өткен сияқты, е? Бұяқта
әлі қарсыластың еншісінен кеткен раунд көрмедім мен әлі. Иә, бүкіл раунд біздікіндей болып отыр. Бір жақты жекпе-жекте болып отыр енді. Қазір енді бір аяқ асты бір құдай сақтасын бір бәледен, бірақ босаңсуға болмайды. Сол үшін енді тек қана бір нокаут күтеміз дегеніміз болмаса, жеңіс біздің қалтада екені оны анық. Әдемі эпизодтар болды, қаншама міне оң қолға жақсы келіп отыр. Бос лақтырған еді, 2 рет двойкаста, 2 соққыста өтті мысалы. Мынау біздің ардагерлеріміз, Кәрімжан ағайымыз, Марат Мәзімбаев ағамыз отыр. Мен ойлаймын, енді бұл үлкендерімізді елеп сүткен соған да бір себеп та, бұл осындай бокс кештері. Көрсетіп, елге танытып. Әрине. Үлкендерді қайтып елегенімізді көріп, жастардың өзі бұл спортта сене бастайды. Оның болашағына сене бастайды. Соңғы 6-шы раунд. Раунд 6. Қолдау көрсетейік. Ардақты ағайын. Қарсыласы өз жұмысын істеп шықты, шын айтқанда оған өкпе жоқ. Құлай саған жоқ. Қараңыз, жағыланды. Арасында өзді кигісіп қалып отыр енді. Қараңыз. Өзбекстан боксы қарсыласы. Өзбектен де өзбек боксын білетіміз ғой. Осы таңда енді әуесқоймен кәсіпқой тізгінді тең тартып, екеуінен де жақсы өнер көрсеткен боксшылар өте көп. Өздеріңіз соңғы олимпиададан кейін де ол жайлы айтып қажет жоқ, елдің бәрі біледі. Өте жақсы. Жақын қашықтықтан қысқа қазір бір соққысы. Бұл жерде тек нокаут күтіп отырмын. Анау кезінде Канки не деп жүрді? Мұздың үстінде билейтіндерді қашан құлайды деп қарап отырып жүрдік қой. Дәл сол сияқты қазір қашан құлатады деп қарап отырмын тек қана. Бірақ Ұлықбекті де, Каюмбаевты да көріп отырсыздар. Кәдімгідей мінез көрсетіп бұл жерде. Құлап қалады. Өзбекстан бокстан кейін білеміз, бұяқтан ешкім құлау үшін келмейді бұяқта. Тым әлсіз болмаса. Мына жерде жақсы кәдімгідей қарсылық көрсетіп жатыр. Джеп. Тізерлеп қалар меді құшақтап үлгерді. Кел деп шақырып жатыр. Нокаут енді елге қызық болғанмен боксшылар үшін өте қатты қызық емес негізі. Алдын қапа түсіп кетті. Қапасы түсіп кетті. Асқат Уәлиханов деген кезінде өзі де кәсіпқойда қаншама атай салған, топ рангте деген енді әлемдік деңгейдегі бокс промоутерлер орталықтарында бокс түскен жігіт қаншама тәжірибесімен бөлісіп отырды. Бағанадан бері айтып жатырмыз оны. Біраз жігітті осы жекпе-жек кешіне дайындапты. Жақсы. Енді бір кілтін тапқандай, енді по этажам істеп отырса, мынау ұзындардың ішінен ұра бергенде бірінші этаж жеді ғой ішті. Екінші этаж жеді төмен сөйлеу үшін жақсы. Басына атылған сайын бұлардың бастарына тегіз ойын ғой. Лып ет. Мен әрқашан айтамын боксшыларға, бұл адам басы кішкентай, асы жаңа сәл төмен қарасаң, советский телевизор сияқты болған, советский холодильник сияқты ұзын денесі тұрды, сол денені ұру керек, сол кезде бастыға да тегізу болады да. Әдем. Енді міне кілтінде болса, ішке ұрып, ішке көп ұру керек. Бастан ұрмайды деп ойлаған кезде ұру керек қой, сол кезде құлайды ол. Міне. Тәлтіректеп барып тұрып кетті, Келіп жатыр. Тағы бір 2 раунд болса ғой дейсіз, бірақ өкінішке қарай бұл соңғы раунд жекпе-жектің. Айқас аяқталды. Сонымен бір әдемі жекпе-жек болды. Керемет, өте қызық жекпе-жек болды. Көрейік енді төрешілердің қазір шешімі шығады. Дұрыс, молодец. Енді болашағынан жақсы үміт күттіретін боксшылардың бірі. Дәл кәлді өте жас, тәжірибесі бірге артып жатыр қазір. Демекші бағытында.
Керемет. Шын айтқанда өзіміздер енді Американың бокс кештерінде өттік қой. Біз енді қазір енді мысалы жаңа жанкүйерлердің арасында кішкене әдеп те қалыптасқан бір кездері өлтір жүресің деп айқайлап отыратын бұрындары. Андай. Ол нәрсе қате да негізінде. Мысалға мұхиттың ар жағында бокс деңгейі мысалға мексиканец пен қазақ шығып отса да, за красивый бокс дейді ғой. Олар мексиканец үшін де, америкалық үшін де бір-біріне бәлетпейді. Олар қайсысы ұнайды өзіне? Сондықтан енді соған қарап, киноға келген сияқты попкорн алып ләззат алу үшін келеді да. Бұл жақта біреу-біреудің малын алған жоқ, мал үшін төлеткен жоқ. Бұлар ел демалу біледі. Сол деңгейге жету керекпіз бізде. Қызық болу керек бізге. Бұл енді барлығы эмоция үшін болып отыр ғой мысалға. Бұл қазір енді бізге сол елдің эмоциясын оята алатындай боксшылар керек қой. Жүректі, сөзі бар, айтатын сөзі бар жаңағындай. Құр төбелес ешкімге қызық емес қазір. Қазір өткен өзін көріп отырса, қаншама UFC, Pop MMA дегендер шығып жатыр, барлықтары оның жаңағындай рингтағы көрсететін өнермен бірге рингтің сыртында айтары бар адамдар қызық болып отыр. Құдайға шүкір біздің қазақтың боксшыларының әрқайсысында дипломы жоқ актерлар ғой. Шоумен десе болады. Сол үшін сол жақтарында дұрыс дамытылсақ, дұрыс маркетинг қолданылсақ, дұрыс жүйе қоя алсақ, мен ойлаймын, әуесқой бокс пен кәсіпқой бокста әлі біз міне қараңыз. Шешім. Құрметті ханымдар мен мырзалар. Сөзсіз. 6 раундтан кейін төрешілердің шешімі. Бүкіл раунд. Көрейік енді әліптің артын ба. Бірінші төреші 60-55. 60-55. Екінші төреші 60-54. Үшінші төреші 59-55. Айқын басымдық бұл жерде енді арасында кейбір раундтарда кейбір төрешілер жеңісті Ұлықбекке берген, ал жалпы жеңіс Нұрдос Төлебайдың еншісінде кәсіпқой бокстағы кезекті жеңіс. Ал айта кетейік, бізде қонақта болған кәсіпқой боксшы Айдар Шәрібаев, алғысымызды білдіреміз. Үлкен рахмет, сәттілік.